Құрметті жақсылар, арнайы сабағыма қош келдіңіздер. Осы сабақта мен сіздерге қарым-қатынаста не себептен үлкен мәселелер болады және оны қалай тез арада шеше аламыз. Қаржы мәселесі немесе қарыз мәселесі, оның негізгі себептері және оны қалай тез құтыла аламыз. Және денсаулық, энергия мәселесін қозғайтын боламыз. Алдымен не нәрсені түсінуіміз керек. Бүкіл әлемді жаратқан бір жалғыз ғана Құдай, яғни бұл Алла Тағала. Алла Тағала абсолютті жаратушысы, ол жалғыз, және одан басқа ешқандай тәңір жоқ, одан басқа ешқандай күш қуат жоқ. Осы нәрсені біз егер жақсы түсінетін болсақ, бізді басқарып тұрған, сіздің күйеуіңізді, қаржыңызды, ақшаңызды, балаңызды басқарып тұрған және сол жүйені жүргізіп тұрған Алла Тағала. Және Алла Тағала ол айтады, өте рахымды және өте мейірімді. Яғни Алла Тағала абсолютно бізге тек қана жақсылық тілейді және бізді бақытты болған қалайды. Алла Тағала бізді бақытсыз болу үшін, қайғыру үшін жаратқан жоқ. Бірақ біз кейде осы нәрсені дұрыс түсінбеген соң бақытсыздықты өзіміз таңдайды екенбіз. Енді отбасыны құрған кезде кез келген әйел немесе ер адам бір-біріне деген махаббат сезімдері оянады. Ол инстинктивті оятады, оны кім береді? Алла Тағала береді ол махаббатты. Отбасыда қандай мақсат болады? Ол балалы болу, одан кейін үй алу, жақсы көлік алу, жақсы кәсіп жасап, бақытты болып өмір сүру. Дәл осындай мақсатпен абсолютно кез келген ер адам, кез келген әйел адам отбасыны құрады. Практикалық тұрғыда әйел адам сол отбасыға кіргеннен кейін, бірнеше уақыттан кейін, 3 айдан кейін, 4 айдан кейін немесе 1 жылдан кейін отбасыда түсініспеушіліктер пайда болады, конфликттер пайда болады. Ол барлығын жасайды. Күйеуіне қызмет етеді, енесіне қызмет етеді, үйді жинайды, тазалайды, бала туып береді күйеуіне, бірақ оны ешкім бағаламайды. Ол түнде отырып алып жылап отырады. Неге мен ешкім түсінбейді, неге мен ешкім бағаламайды деп түбінде әртүрлі психосоматикалық аурулармен, яғни әйелге тән аурулармен, цистит, эрозия, жаңағы давление, зоб деген аурулармен ауырып қалады өкінішке орай. Отбасыда біріншіден қандай мәселе болады? Ол қарым-қатынас, түсініспеушіліктер болады. Екіншісі қаржы мәселесі болады, одан кейін денсаулық мәселесі болады. Бұның негізгі себебі қандай? Абсолютно кез келген проблемада бізде 3 компонент болады. Бұл біздің сенімдеріміз, яғни ойымыз, одан кейін сезімдеріміз, одан кейін әрекетіміз. Яғни адам өміріндегі проблемасында 3 компонент болады. Ол ойы, халі және әдеті, программасы. Және Алла Тағала рахымды, мейірімді. Бірақ Алла Тағала не деп айтты? Сұраңдар, беремін деп айтты. Демек, біз қалай сұраймыз Алла Тағаладан? Біз кейде өзіміздің ақылымызбен жақсы нәрсе сұраған сияқты боламыз, бірақ халімізбен, әрекетімізбен жаман нәрсе сұрап қалған өзіміз де байқамаймыз. Нәтижесінде біздің өмірімізде қарым-қатынаста, ақшада, денсаулықта проблема болады. Өйткені Алла Тағала сұраңдар, беремін деген кезде, не сұрасаңдар соның барлығын беремін деді. Тек қана біз ойлаймыз, тек қана жақсы нәрсе сұраймыз деп. Жоқ, кейде біз жаман нәрселерді де өзіміз түп санамызбен соны сұрап аламыз. Яғни сіздің өміріңізде дәл қазір күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыз қиын болып жатса, отношенияда проблема болып жатса, өзіңіздің ойыңызға қараңыз. Ойыңызға қараңыз. Егер сіздің ойыңыз жаман болатын болса, демек Алла Тағала сол ойыңызды қабыл етеді, сіздің күйеуіңізді әрдайым сіздің көзінде жаман қылдыра береді. Өйткені сіз тоқтаусыз сұрап жатсыз соны. Өзіңізде бәлкім оны байқамайтын да шығарсыз. Бірақ өзіңіз қарап көріңіз. Күйеуіңіз туралы сіздің ойыңыз қандай, күйеуіңіз дәл сондай болады. Ол мәселе күйеуіңіз ондай адам болған соң емес. Күйеуіңіз ондай адам болған соң емес. Ол күйеуіңізді басқарып тұрған Алла Тағала болған соң. Яғни нәтиже, абсолюттік нәтиже тек қана Алла Тағаланың қолында. Сіз өзіңіздің күйеуіңізді жаман адам болып көре беретін болсаңыз, Алла Тағала сіздің өміріңізде сіздің күйеуіңізді жаман қылдыра береді. Дәл сол сақта, ер адам егерде өз әйелін жаман көре беретін болса, және оған қатысты жаман халде болатын болса, ол қандай хал? Реніш, өкпе, кінәлау, раздражение деген сияқты сезімдер болса, онда оның көзінде әйелі жаман болып жүре береді. Дәл сол сақта әйел адам күйеуі туралы жаман ойласа, жаман сезімдер сезінсе, ренжісе, өкпелесе, қайғырып, өкінетін болса, онда осы нәрсені ол өзі автоматты түрде Құдайдан сұрап жатыр. Не арқылы? Состояниесі арқылы. Нәтижесінде Құдай Тағала дәл сондай күйеуді береді. Бірақ ол ақылында, өзінің санасында не нәрсені армандайды? Мен күйеуім қарым-қатынасым күшті болса, ақшам көп болса, энергиям көп болса,
денсаулығым жақсы болса деп ойлайды. Бірақ халі, состояниесі керісінше басқа нәрсені сұрап жатыр. Алла тағалаға бәрібір. Алла тағала сіз не сұрасаңыз да оны сізге бере берем деді. Сіз халіңіз жаман болса, ол сізге жаман нәрсені бере береді. Бірақ осыды жақсы көреді. Жақсы көрудің бір себебі осы видео. Яғни мен 5 жыл бойы психосоматика арқылы осы нәрсені түсіндірді. Мыңдаған адамға осы мәселемен көмектесіп, дәл қазір сіздерге Алла тағала мені сөйлеткізіп, сіздерге осы нәрсені түсіндіріп жатыр. Бұл Алла тағаланың сізге деген рахымы, мейірімділігі. Неге? Өйткені ол сіздің қазір күйеуіңізбен қарым-қатынасты, қарыз мәселесін барлығын көмектескісі келіп жатыр. Ал Алла тағала біреуге көмектескен кезде ол бұл өмірде себепкер арқылы, себеп арқылы көмектеседі. Сол себептен бұл видео сізге Алланың рахымы болуы мүмкін, ол тек қана себепкер ғана болуы мүмкін. Мен емес, Раббымыз Алла тағала. Егер сіз осы күнге дейін халіңіз қорқыныш, реніш, сенімсіздік, күмән деген состояниемен өмір сүретін болсаңыз, дәл сіздің өміріңіз сондай болады. Бұл хал блокировать етеді, ризықтардың барлығын блокировать етеді. Міне осы үй алғым келеді, бірақ халім нашар болып жатыр, жаман болып жатыр, блок болады. Балаға қатысты, баланың бақытты болғанын қалаймын, сабақ оқығаны күшті болып жүргенін қалап тұрмын, бірақ оған деген менің реакциям, менің состоянием жаман болған соң блок болады. Ол орындалмайды. Мынау орындалмайды. Одан кейін материальный нәрселерді дәл солай. Яғни біз ішкі состояниемізді не нәрсе сезінуіміз керек? Абсолютті Аллаға қатысты спокойствие, тыныштық болу керек. Бәлкім сізде қазір 3 миллион, 5 миллион, 10 миллион, 20 миллион қарызыңыз бар шығар. Сіз ойлайсыз, мен қазір қарызым құтылсам, мен состоянием жақсы, бақытты болам деп. Құтылдыңыз ба? Жоқ. Керісінше, сіздің состояниеңіз қазір тыныштыққа жету керек, и сол тыныштық арқылы сіздің өміріңізде қарыз кете бастайды. Дәл сол сияқты, сіз ойлайсыз, мен қазір күйеуім мені ренжітпесе, мені өкпелетпесе, менің қалағандай істейтін болса, әрине менің жан дүнием тынышталатын еді, мен өзімді қорғанды сезінетін едім, бақытты сезінетін едім деп ойлайсыз, сол кезде мен бақытты боламын. Ал қазір олай істеп жатқан жоқ, сол үшін мен бақытсызбын десеңіз, олай жұмыс жасамайды. Себебі сіздің күйеуіңізге қараңыз, ол өзгерген жоқ, демек бұл 100% жұмыс жасамайды. Керісінше болу керек. Сіз бірінші дәл сол состоянияға жетуіңіз керек. Яғни тыныштық, махаббат, еркіндік, жеңілдік, сенімділік деген состоянияға бірінші жетесіз, одан кейін Алла тағала сіздің күйеуіңізді содан кейін өзгерте бастайды. Дәл солай, үйге қатысты, қаржы материалға қатысты, балаға қатысты, қаржыға қатысты бәрі принцип бірдей. Сіздің жан дүниеңіз бірінші тыныштық табады, одан кейін сіздің өміріңізді Алла тағала реттей бастайды. Неге деген нәрсе? Өйткені сіз мына состоянияға жетесіз. Яғни сіз армандаған өмір бар, ол ақша бар, қарым-қатынас бар, ол жаңағы үй бар, машина бар, кәсіп бар. Дәл осы состояниеде сізде спокойствие болады. Дәл осы состояниеде сізде махаббат, еркіндік, жеңілдік болады. Сол себептен сіз бірінші осы состоянияға жетесіз, бұл сіздің сұрауыңыз, бұл сіздің дұғаңыз болады. Яғни сіз Алла тағаладан осы состояние арқылы, осы хал арқылы мына өмірді сұрайсыз, армандаған өмірді сұрайсыз. Дәл қазір осындай проблемамен жүрсеңіз де, яғни денсаулығыңызда, отношенияда проблема болса да, сіз мына состояниемен өмір сүретін болсаңыз, спокойствие, радостьпен өмір сүрсеңіз, онда осы состоянияға Алла тағала жеткізеді. Неге? Өйткені Алладан басқа тәңір жоқ. Алладан басқа сіздің күйеуіңізді ой салып жатқан, тәрбиелеп жатқан, үйретіп жатқан ешкім жоқ. Алладан басқа сіздің әйеліңізді басқарып жатқан, оны үйретіп жатқан Алладан басқа ешкім жоқ. Қаржы мәселені басқарып жатқан, сізде кәсіп болса, клиенттерді басқарып жатқан Алладан басқа тәңір жоқ ол жерде. Демек, мен не істеуім керек? Сіз әйел адам болса, күйеуіңіз туралы вообще күйеуіңізге тиісудің қажеті жоқ. Вообще тиісудің қажеті жоқ. Егер оны сіз өзгерткіңіз келетін болса, оған өкпелеп, неге ол былай істеді, неге бүйтпейді, неге измена жасайды, неге басқа елдер қарайды, неге маған көңіл аудармайды деп ренжіп жүретін болсаңыз, онда бұл блок болады. Ол сізге керекті қарым-қатынасты құрмайды. Себебі сіздің жан дүниеңіз күйеуіңізге емес, Аллаға байлану керек.
Алладан басқа тәңір жоқ. Сол кезде сіздің күйеуіңізді сізге өзгертіп береді Алла тағала. Дәл сол сақта әйеліңізді, немесе сіз ауру жүретін болсаңыз, ауруды да Алла тағала сол емдеп береді. Бірақ ол үшін сіз тыныштық, спокойствие, еркіндік халге жетуіңіз керек. Бірінші соған жету керек. Одан кейін өмір өзгереді. Енді бір қызық жері, не себептен біздің жан дүниемізді өзгерту қиын? Себебі бұл түп сана, яғни оны біз психика деп атаймыз. Бұл психика не нәрседен құралады? Өткен шақ өмірден құралады. Ал өткен шақ өмірде не бар? Бұл ата-ананың программалары бар. Яғни ата-ананың айтқан сөздері кішкентай кезімізден басымызға, түп санамызға қатты кіріп кетеді. Олардың әлемге деген қарым-қатынасы, ақшамен қарым-қатынасы, біз соны бейсаналы түрде оны копировать ете бастаймыз. Нәтижесінде біз түсінбей қаламыз. Біз өз өмірімізді сүріп жатырмыз ба, әлде ата-ананың өмірін сүріп жатырмыз ба? Бірақ Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ. Ал ата-анамыз, олар тек қана себепкер, үлкен себепкер осы өмірге келуге. Бірақ олар первоисточник емес. Яғни бізді жаратушы Алла тағала, ата-анамыз емес. Олар себепкер. Егер біз себепкер ретінде қарайтын болсақ, және құрметті адам ретінде қарайтын болсақ, біз сол кезде түсінеміз. Оказывается, мен өмірім ата-анаға байланысты емес. Ата-ана бөлек, мен бөлек адаммын. Менің өмірім тек қана Алла тағалаға байланысты. Ол сіздің күйеуіңізге байланысты емес, сіздің әйеліңізге байланысты емес, мемлекетке, ақшаға, клиентке байланысты емес. Сіздің өміріңіз тек қана Аллаға байланысты, өйткені Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ. Сол кезде сіз өзіңіздің уникальность, юникім деген нәрсені қабылдайсыз. Ерекше адам бола бастайсыз, ерекше өмір сүре бастайсыз. Самооценкаңыз жақсарады, ішкі халіңіз жақсарады, өзіңізге бақытты, табысты болуға рұқсат ете бастайсыз. Бірақ оған кедергі өткен шақ болған соң, өткен шақты өзгерту сәл қиындау. Өйткені ми деген нәрсе, оған арнайы техникалар керек, арнайы уақыттар керек, арнайы точечный білімдер керек, миымызды алдайтын, өткен шақ өмірді өзгертетін, яғни өткен шақ көзқарасты өзгертетін. Сол себептен оған простой дәлел. Ақшамен қиналып жүрген адамдардың, егерде ойына қарасан, сөзіне қараңызшы, олар постоянно ақша жоқ деп айтып жүреді. Ақша жоқ деп айтып жүреді. Несімен? Тілімен, өзінің даусымен айтады. Ақша жоқ, ақша жоқ, ақша жетпейді, ақша жетпейді. Нәтижесінде олардың өмірі не болып жатыр? Ақша жетпей жатыр. Ақша жоқ болып жатыр олардың өмірінде. Немесе қарым-қатынаста қинау жүрген әйел адамдардың сөзіне қараңыздар. Күйеуім бүйтпейді, күйеуім жаңағы көңіл аудармайды, күйеуім ақша таппайды, күйеуім басқа нәрсе істемейді. Шынайы өмірде ол сөйтіп жатыр. Бірақ ол соны айтқан кезде, соны не істеп жатыр? Подтверждать етіп жатыр да, Құдайдан соны сұрап жатыр өзі. Сол үшін біз адамның әрекетіне қарамаймыз біз. Адамды басқартатын о Алла тағала, өзгертетін де Алла тағала. Ең жаман адамдарды керемет адам қылдырған Алла тағала. Ең керемет адамды жаман деңгейге түсіріп тастаған Алла тағала. Бірақ әрине бұл адамның пейіліне байланысты. Сіздің жүрегіңіз таза болса, жүрегіңіз шынайы болса, Алла тағала сізді өсіре береді. Өйткені ол рахымды да мейірімді. Ол сізді махаббатпен жаратты, ол сіздің ішіңіздегі махаббатыңызды көреді, шынайылықты көреді, сізге армандаған өмірді бере береді. Енді сізде таңдау бар. Сіз егерде дәл қазір өз өміріңізді осы халде қалдыратын болсаңыз, осы сенімдерде қалдыратын болсаңыз, онда сіздікі дұрыс болады, сіздің өміріңіз дәл сондай болады. Өйткені сіз сол арқылы Алладан сұрап жатсыз, Алла тағала сізге соны беріп жатыр. Алла тағала әділ. Ал егер сіз бүгіннен бастап ойыңызды, состояниеңізді, әрекетіңізді басқаруды үйренетін болсаңыз, онда бұл сіздің дұғаңыз болады, және дәл өміріңіз дәл сондай болады. Себебі Алла тағала сізге айтып жатыр, сұраңдар, беремін деп жатыр. Себебі Алла тағала айтып жатыр, сұраңдар, береміз. Біз не арқылы сұраймыз? Ойыммен, халіммен және әрекетімізбен. Үшеуі сәйкес болу керек. Сол кезде дұға 100% қабыл болатын болады. Біз ойлаймыз, бізді ризықтандыратын кәсіп деп ойлаймыз, ақша деп ойлаймыз. Бізді ризықтандыратын әйел адам ойлайды, оны ризықтандыратын күйеуі деп ойлайды. Бірақ күйеуі емес ризықтандыратын. Ризықтандыратын, сізді ризықтандыратын, үйді, машинаны алып беретін Алла тағала, Раббыңыз Алла тағала. Егер сіз күйеуіңіз деп ойлайтын болсаңыз, онда сіз оған ренжіп, өкпелеп жүре беретін боласыз. А егер де бұл Алладан дейтін болсаңыз, онда күйеуіңіз арқылы
Алла тағала сізді күйеуіңіз арқылы ризықтандыратын болады, яғни әйел адамдарға қатысты. Сол себептен мына жерде мен кімге сенемін? Егер мен адамға сенсем, онда өкінішке орай жағдай қиын болады, ұрыс, керіс, сәтсіздіктер, депрессия, аурумен бітеді. Егер мен Аллаға сенсем, онда мен адамдардың ешқайсысына тиіспеймін, нәтижесінде өміріміз керемет болады. Бірақ ол үшін біз не нәрсені үйренуіміз керек? Өзіміздің сенімдерімізді басқаруымыз керек, өзіміздің ойымызды басқаруды үйренуіміз керек, состояниемізді басқаруды үйрену керек, және әрекетімізді басқаруды үйренуіміз керек. Бұл үшін біз жауап береміз, және біздің жеке жауапкершілігіміз осы. Бірақ оған кедергі нәрсе біздің психикамыз, яғни өткен шағымыз, ата-анамыздың программасы, қоғамның программасы. Өткен шақ өмір бізге әрдайым сенімсіздік, қорқыныш деген нәрселерді алып келеді. Нәтижесінде адам жаңа оймен, жаңа көзқараспен әлемге қаралмай, сол проблемамен жүре беретін болады. Сол себептен Алла тағала босқа айтқан жоқ. Алла уәде айтты: егер өздеріңді өзгертсеңдер, мен сендердің жағдайларыңды өзгертіп тастаймын деді. Нені өзгертеміз? Ойымызды, сезімімізді, әрекетімізді. Біз не істедік? Осы мәселені шешу үшін көп адам психологқа барып, көп адам психологтарға барады, консультацияға барады біздің. Бірақ өкінішке орай, шындығын айтайын, бұл қымбат. Және көпшілік адамға бұл қолжетімсіз, өкінішке орай. Себебі менің консультация, психосоматика саласында 5 жылдық консультация, менің терапиям кем дегенде 30 000 теңге бір сағаттық терапия. Ол көпшілік адамға қолжетімсіз. Немесе менде наставничество бар. 3 ай бір адаммен 3 ай тоқтамай жұмыс жасап, оның түп санасын, сознаниясын барлығын өзгертеміз. Оның бағасы 500 000 теңге. Сол себептен мен ол жердегі көп адамдарды алмаймын. Көп адамдар ол жерге шақырмаймын. Тек кәсіпкер және ақшасы бар адамдарға ғана жұмыс жасаймын. Ақшасы бар адамдармен ғана жұмыс жасаймын. Ал кімде қаражаты жоқ, мен өзімді ондай адамдарға отказ беретін боламын. Және енді көпшілік адамға көмектесу үшін біз не істедік? Біз сіздерге де, бізге де ыңғайлы болу үшін біз Жеңімпаз топтық терапия каналын ашып қойдық. Бұл канал телеграм канал. Бұл канал телеграмда аптасына тікелей эфир өткіземіз. Практикалық терапиялық форматта болады. Және дайын сабақтар болады. Яғни қарым-қатынасқа, состоянияға, қарым-қатынасқа байланысты, қарызға байланысты, состоянияға басқаруға қатысты дайын сабақтарда болады. Аптасына бір тікелей эфир өткіземіз. Оған қоса, егер сізде түп санаңызда өте ауыр травмалар болса, обидалар, қорқыныштар, сенімсіздіктер болатын болса, яғни өткен шақтағы оқиғалар мазалап жүретін болса, онда сізге арнайы аудиотерапия дайындап қойдық. Ол әкені, ананы, өзіңізді, күйеуіңізді, әйеліңізді қабылдау аудиотерапиялар, және іштегі сенімсіздікті, іштегі қорқынышты кетіретін аудиотерапия. Әр аудиотерапияны кем дегенде бір апта тыңдап шығасыз, ол сіздің түп санаңыздағы болдарыңызды, жарақаттарыңызды кетіріп тастайды. Сіз сол арқылы тыныштық состояниесіне, ризашылық состоянияға шығасыз. Яғни Алла тағаламен тікелей контактқа шығасыз. Нәтижесінде Алла тағала сіздің өміріңізді реттеп отыратын болады. Енді ал Жеңімпаз каналдың бағасы біз қолжетімді етіп қойдық. Әр адам қатыса алады. Жеңімпаз каналдың бағасы сіздерге қолжетімді болу үшін, сіздерге финансовый нагрузка болмау үшін, яғни мен мақсатым көмектесу болған үшін, бағасы 10 000 теңге, құрметті жақсылар. Оған тіркелесіз, бір ай бойы мен сіздермен сабақты қарайсыз, аптасына білет тікелей эфирге шығамыз, сұрақтарыңызға жауап бере отырамыз, тікелей разборлар жасап, техникалық, практикалық тапсырмаларды жасап отыратын боламыз. Бірақ мен ол каналға барлығын шақырмаймын, орын саны шектеулі болады. Бірақ мен ол каналға барлығын шақырмаймын, орын саны шектеулі болады. Тек қана өзінің жан дүниесіндегі қорқыныш, сенімсіздіктерін барлығын кетіріп, еркін, жеңіл, ризашылық состояниемен өмір сүргісі келетін адамдарға, таңертең тұрғанда энергиямен, қуанышпен өмір сүргісі келетін адамдарды шақырамын. Егер сіз еркін өмір сүруге, жеңіл өмір сүруге дайын болсаңыз, және соның арқасында Құдаймен қарым-қатынастарыңызды жақсартып, Алла тағаламен қарым-қатынасыңызды жақсартып, Алла тағала сіздің өміріңіздегі проблемаларды,
қарым қатынастағы қаржы проблемасын, денсаулық проблемасын шешіп бергенін қалайтын болсаңыз, сол жеңімпаз каналына тіркелсеңіздер болады. Бірақ оны орын саны шектеулі, бағасы 10 мың теңге. Қазір мен сіздерге мына жерге номер жазып қоямын, немесе Instagram парақшасына биодан арнайы WhatsApp сілтемеге өтсеңіздер болады. Сіздерге реквизит жібереді, соны төлейсіздер де каналға тіркеле бересіз. Уже бүгін дәл қазір сол каналға тіркеліп, арнайы сабақтарды қарап отырсаңыздар болады. Біліңіз, бақытты болуға лайықтысыз. Алла тағала сізді бақытсыз болу үшін жаратпаған. Ал бақытсыздықты біз өзімізбен, миымызбен ойлап табамыз. Нәтижесінде соны өз өмірімізде көреміз. Ал Алла тағала сізді жақсы көрген соң, бұл нәрседен сізді шығарғысы келеді, көмектескісі келеді. Бірақ Алла сізге еркіндік берді. Еркіндік арқасында таңдау сізде, жауапкершілік тек қана біздің өзімізде болады. Бақытты болыңыздар.